Қазақтар жеңіс күніне қандай үлес қосты? Бір ғана Қажымұқан Мұңайтпасов өз ақшасына ұшақ жасатып майданға жіберген. Палуан соғыс басталғанда жасының егде тартқанына қарамастан жер-жерде цирк шапито ұйымдастырады. Содан ақшасы 100 000 сомға жеткенде Сталиннің атына телеграмма жіберіп, ұшақ жасатуды сұрайды. 1944 жылы күзде дайын болған әскери ұшақ үздік ұшқыш Шалабаевқа салтанатты түрде табыс етіледі. Шамамен сол уақытта Қазақстан комсомол жастары жинаған қаржыға жасалған тағы бір ұшақ дайын болады. Содан солтүстік батыс майдан аспанында Қазақстан комсомолдары атты ұшақпен бірге қанатының астында Қажымұқан және Амангелді деген жазулары бар қос истребитель жауға күйрете соққылар жасайды. Ұшақтар кейін Балтық бойындағы әскери мұражайға табысталды. Жас ұшқыш Қажытай Шалабаев Қажымұқанның сенімін ақтап, оның ұшағымен 120 рет әскери тапсырмаға барады. Әсіресе түнгі ұрыстарда ерекше көзге түскен ол майданнан кеудесіне қызыл жұлдыз орденін тағып, аға лейтенант шенінде оралды. Содан 2003 жылы Семейде берекелі әулетінің арасында дүниеден озады. Ұшақ жасауға қаржы берген Қажымұқанға Сталин өз атынан алғыс жолдайды. Майдан даласындағы жауынгерлер қазақ балуанына алғыстарын білдіріп хат жазады. Әлемнің 54 мемлекетінде күреске түсіп, 48 медаль олжалаған Қажымұқан Мұңайтпасұлының екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңіске міне осындай үлес қосқанын біле жүріңіздер.